Сәлем достар. Қазір бізде челлендж. Иә жоқ деген челленджі. Айша мектепке кетейін деп жатыр, сондықтан мектепке не алып кетеді? Иә жоқ арқылы шешеміз. Қане, Айша теріс қара. Айша көрмесін деп мен тығып қойғам бұларды. Айша, иә жоқ. Я. Ма? Орео мектепке алып кетеді. Теріс қара. Бір зат болды Айшада уже. Енді келесі бізде. Иә жоқ. Я. Ма? Сен бәрін иә дейтін сияқтысың. Өткен ауыз қылады. Теріс қара. Айша қара. Қара деппін ғой. Иә жоқ. Я. Ма? Жоқ, мен бұны мектепке апара алмаймын, өткені бұл сүтпен ішетін. Сүтпен ішетін ба? Я, сынала алмаймын. Сен иә деп қойдың ғой, не істейміз? Үйде жеймін. Тастасын. Теріс қара. Иә жоқ. Жоқ. Аха, бермеймін. Өзім үйде жеймін. Олай болмайды. Тастауын керексің. Өзім жеймін бұны. Теріс қара. Иә жоқ. Иә жоқ. Я. Ма? Несквик. Я. Келесі Мен теріс. көп апарамын мектепке зат. Аха, келесі теріс қара. Бізде осындай. Айша, иә жоқ. Я. Ма? Үлкен. Вау. Ой. Милка. 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 Келесі, кәне. Айша не алып кетеді екен тағы да. Мен бұл нәрселерді точно жей алмаймын. Бәрін білдім. Бір күнде. Күнде жеп отырасың. Иә жоқ. Жоқ. Міне. Ахаха. Өзім жеймін. Мен екі нәрсе жейтін болдым. Мамбо мен жаңа мармелад. Зато менде көп нәрсе бар. Айша осының бәрін мектепке алып кетеді. Достарымен бөлісесің, е? Сау болыңыздар.